Iya, söyle түсінеді. Бізде бар, мың ұсақ зат деген. Тысяч метр деген. Көндіріп па десің? Оның үшін сатып алып бергенбіз 2 сай, 5 сай алып. Мен жеріміз онда түсіп кеттім. Мына бел ма? Ана бел тұр ғой, содан асып әкелетін болып атам. Сонда атамдардың қыстағы сол жақта? Сол жақтан, тастың мына жағында ма еді, ар жағында ма? Тастан арғай аса. Арғай аса дейді? Жол білмейсің дейді, сол жаққа мен арғай асып кететін жер бар. Бар. Ол жақ арғай асқанда не бар сонда? Тұлбаға қарай кетеді. Тұлба? Иә. Тұлба ол жақта ма? Сөйтіп асуға болады арғы жерге. Көрейдің қыстауында бір чоқының ар жағын чоқың көрініп тұр. Қыз чоқың түбінде ғой. Анда арғай айланса. Солай. Мен арқамда Мына жақпен мына жолмен бүйтіп Қарағобыға шығамыз. Ары қарай еңкейіп шүмекке түсеміз. Ана Делінге кететін жол, ана жақта? Ана жақ бұлай Делінге кетеді. Далакөлге кетеді. Ана жақта енді мына қарай атамдардың қыстауы. Жол жоқ қой дейме жаққа? Жол енді тұмсықпен бүйтіп айналып бару керек әйтпесе. Әбіл деген атамыздың зираты 1912 жыл, 1973 жылға айтқан екен Әбіл. Жарысы түсіп қалған ғой, негізі Әбіл деген. Темірмен екен. Темірмен шегелеп жазып. Ау! Папам жазған ба? Темірді қиып жазып. Қарағобыға қарай қайқайып барамыз алла жазса. Қарағобының түбіне барып мотоциклді суытып аламыз да қазір арғы асып кетеміз. Ал шына қайт. Очень скучно. Сен айтпайсың ба? Сака, путешествие на Марс деп. Қарағобының астына келдік. Енді мотоцикл суытатын жерге келеміз. Қазір отыр, машина суытамыз дейсіз ба? Қазір машина суытамыз. Соң арғай асамыз, Аллаға шүкір. Аман есен жүріп жатырмыз. Айтап шығып келе жатырмыз енді, мотоцикл суытып тұрмыз. Нақораның қасына келіп мотоцикл суытады. Қазір қайқайып, мына жағымен кішкене бір жаттық.
Жанар машинамен асып кетті. Фотоға түсірем деп қалып қойдым. Құрсын әлі шығып келе жатыр. Өкпе деген жұрдай білген. Бұрынғыдай емес. Қозғалу. Мына далаға біздің ата бабамыздың жері. Міне Қарақалдың жазғы ар жақ атакөл шығып келе жатқан жамыз. Әлі шығу керек еді. Әлі неше 100-200 метр бар. Қарақалдың үсті 2000 қанша болды ғой? 2817 метр. Теңіз деңгейінен 2817 метр биіктікте. Қатумен асып жай. Қатумен асып. Қарақату, Қызылқату деген қатулар. Далагөлдің шетігі. Үлкен көл ме Далагөл? Көп. Ой, мына кімдікі? Мына кім қыстап айтып Бұл бұрыннан бар, мен білемін. Мен сол істедім. Дәулет Тәніспен деген кісілер өткен. Бұл жерден су ағады ғой деймін не? Ода да чаппас деп қыстап. Кәне сол не деген сенбіз? Сенбіз? Қане? Не екен? Ол сені. Аны жүре алмай бір сен. Emine cepti mi? Hayır. Çıkıp görüyordu. Далагөл. Далагөлдің көлі. Оның мына жағында екі төбе тұр ғой, ол көк төбе деген сол. Оның мына жағында анау сай түсіп жатыр ғой. Ол ат жарға. Енді мына жағы жоқ дарасай ғой. Ат жарға мына жағында. Енді мына жағында сідікті, чірікті де келді. Біздің ауылдың жайлайды. Одан бұлай қарай Усай. Одан бұлай қарай Усайдан кейін немене деген баяғыда біз жайлаған? Қаражарық. Жоқ, одан басқа тағы бір. Тағы немен деген жер осы? Біз бұл көлдің мына жағына шығып жайладық біз. Майра келіп төсек орнына барғанда. Ат жарған бе? Бұйра деген қайсы? Бұйра мынау. Міне бір қыстау көрдім. Ана басында қар жатқан тауған неме деген тау? Қайсы? Ар жағында, сол жағыңызда. Бұзау көлдің білген мәселе. Оны мен олсын жақсы білмеймін. Бұзау көл не? Қарылтау. Мына бұйра. Кіскен ағамның қорасы бар мынада. Ана көктөбе. Құлжа. Бұлай қарай кеткен. Біз Құлжада жайлағанбыз. Қалайсың ба? Далагөл. Жаяу Алматайда арқамаса өтетін жерге. Папамның мотоциклді жетіктеп өтетін жерге. Ой, құлап жатыр әдемі. Күшті? Күшті. Мына жердің су әдемі екен е? Су әдемі? Сарқылмапты үлде. Сарқылып.
Бұрынғы өткізі сол шығар. Бүгінгі өткізі мен айтып отырмын ғой осыдан. Жаяу талай мына балаларды көтеріп өткен марқамды. Аяз екен? Аяз екен. Апам мотоциклмен өткен кезде мына Мен осы Талакөлдің келіні болдым ғой. Талакөлдің келінімін ғой. Аяғы өтіп көреміз ба? Мама, сіз де отырып. Жылы ма екен? Жылы екен. Намазға қоса да болған екен. Некен еткен біздің ауылдың. Мен шал. Бірге. Че қалайсың әке? Су күшті ме? Su destip pa? Aldım alып алам. Жаяу өтеді. Апам мотоцикл сүйреп жетектеп өтеді. Сонда чүмекті суы қазір тасып алды. Керемет. Жып-жылы. Шомылса же. Шомылам ба деймін. Чүмекті суына шомылам. Келем бер жедім. Жылы ма? Жылы. Кішкене тереңде жеңіп алды. Жылы екен. Да, түсіп жатсың. Аға жөнелме. Аға жөнелме деймін. Тема да? Тема деймін да? Реально жып-жылы. Шақат екен. Ағып атса да жүріп жүрді. Балық ұстап берейін бе? Давай. Тема. Чақалай. Суды андай не да? Тұзды да емес неміз тап-таза бар ғой, ішіне кіріп ішемін. Иә, ішіне кірсе жұта бер. Тоңбайды. Ал түсірдім. Тема. Тема. Су жүр бар ғой. Жүрді. О, рақат. Капец, ағысын қараш. Ағысын бар жатыр кәдімгі. Міне ұрам
Кичине 2 жынды бар ғой. Помоги. Су жыл-жыл, почему так жылы? Ағын су болғанда қай жыл-жылы ғой? Рахаты. Рахаты. Сойды. Мына, вообще мынандай суды мен Монголияға келгенде көрген жоқпын. Тек осы арада ғана көрдік қой. Судың ішінде жатасың ғой? Жыл-жыл еш? Жыл-жыл вообще. Шықсаң тонасың. Бүйтіп жатасың ғой? Иә. Сылдырын естіп жатсаң, бүкіл анау нең дем алады да. Да, кайф. Тап-таза су. Шөлдесің, бүйтіп іше бересің. Қатпа? Іші кекіріп қой. Иә. Жеген тама. Енді 2-3 қойдың етін жеп алуға болады екен. Мынадан кейін. Да. Тема. Жыл-жыл не су? Қанша ағынды болса да. Таудан аққан су ғой, мына жып-жылы. Сойды. Или біздің энергиямыз ғой. Мүмкін. Суын ішесің ғой. Аптызын. Анда не құдықтың суын ішіп жатқан сияқты, иә? Рахат. Спортик болып жүрмін. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Ya Rabbim Allah'ın soğukudan Kur'an'ın sevabını Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna Cennet olsun жатқан барлық ата бабаларымыздың рухтарына, рух шәріптеріне бағыштадық. Cennet olsunдағы Сембайұлы, Мәри марқұм рухына, Дүйсекұлы, Сембай марқұм рухына, Үрчан қызы, Бибі марқұм рухына, атамыздың рухына және де барлық ата аталмаған осындағы барлық ата бабаларымызға бағыштадық. Рахымдардың жатқан жерін жарғып, жандарын жарғып. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина ғазабан-нар бирахматика я рахманир рахим. Аллаху акбар.
Onlara şey yapalım. O demiştin çeşit. Ne savaş yapamızın nesi var? Bunlar değil. Ha. 81 yaşında. Şimdi çok kısa. Yeni bir tür kısmı var mı? Onda kim ki? Ne oldu şu kapıyı? Bu ağaydın babası. Olsa bunu kılıydı. Buna sıkın oldu? Aysa kokusu bilgisiz. Ana kumbezin ajan teyvatın ne çeşesindeyse. Hı. Bana yakın ziyaret sürmüş. Böyle olsun ağaydın balaşı var. Kim? Falan. Ана кішкентай бала осы Лиза емес па мама? Мына жатқан кішкентай бала Лиза емес па? Yok afam ben atayım baksam. Ayrılır üstlerinde bir kişi oldu ki. Orada kılışını yemez. Ne var kim diyor ki? O da bizden aldığımız yer tarafı için. Son kaçsa. Әнетір. Bu şurada var, tanıttım. Tekin mınav kim var? Tekiniz mi? Büyük soru var. Şuran. Kısırık değildi. Kısırık. Şuran. Ne çürüyor. Ne oldu dedi? Kusuranın balası ki. Ya bu bana saçma. Ne o? Ne bir Türkiye bir mesleği penceresi değil. Сөйтіпті, ha. Bir жыл bir hafta sıkıntı. Ne çeşit? İyi sonunda.
Ау, я түсіріп жатыр. Қайсы? Түсірдім. Талаптың камыры қайда зираты? Жоқ, мына атасы мұнда тұрған, қасында бар жоқ. Осында келді. Осында кеп жерде. Талапты ма? Иә. Жоқ, ama. Жоқ, осында кеп жерде. Қайдағы ол? Елуінен осында кеп жерде емес па адамның бәрі? Қойшы. Талапты дедімдер емес пе, алты тепседі? Көп. Талант емес, ағайдың қызы. Талап дейді. Талап дейсің ба? Анау солтан екен не емес Не солсын? Құлақ болған зират мүмкін. Ағашын көтеріп барайықшы. Бәрі біздің алдың кісілер ме? Анда біздің алдың кісілер. Кім екен? Мына біздің алдың. Ағайдың бір жеңгесі. Үлкен кемпір болды. Өткізейінші. Мынау кім екен? Ау. Тасты қайтадан қойып жатыңыз ма? Ұзаттың әк шешесі. Ne kısın? Мына кісі Мұғраш Гүлнар дейді. Мұғраш кісі Гүлнар. Мына жақта кісілердің бәрі біздің жақ кісілер ғой. Қабылша деген кеше Бекзаттың шешесі андай кісі. Екінші шешесі, ана жақта бауырлары аталарымен. Sen Nizam жердегенде кем білесің бе оны? Мына кісі кім бұл? Түсірдім ғой деймін. Кемпірімен шал ғой. Қализолда деген. Мына кісіменен мына кісі ерді зайып түкістір. Қалаймен. Айғыр я?
Bir çok kaç sözler ki nasıl? Kesinlikle ismi. Motosiklet. Болмаса өзі секіп кетеді ғой. Мотоциклді. Сіз Қарақойға шықпай бүйтіп жаттық барасың не жоқ па? Денің жоқпен. Енді мына сол беріп жүрген алға кетті ғой. Қарағазбен келеді. Натаулардың ар жағынан бүйтіп жаңағы Түмекті жағалап келетін жол бар шығар. Қарақойдан аспай елінен. Бар болса сол жақтан жүреді ғой. Жоқ шығар. Енді мына осы жол енді осы Жоқса Сарынағазбен келеді. Шегіртеге дейін апарады. Бұл жаңа мына жаққа кететін жол ма? Сол жаққа кететін. Оң жаққа кететін жол, иә? Қазір мынамен кетсе Шегіртеге келеді ма? Шегіртеге бұл жақта ма? Осы жақта емес. Баяғыда жаз сол жақта отырдың ба? Bizim 73'e geldik mi? 73'e geldik. Ayt edelim. Al elde uğun konuğun tasıp Kazakistan'dağı ballar men kelinler gelip astası olsun kuvançta oturmuş. Al senlerin kelgenlerine köp rahmet. Sonda ağayın tuğustar munda gelip çeker aşılğadan beri bütkülümüz menajerde çırgap kölüp kengesip o jақтың жаңалығы bu жақта елдің жаңалығын біліп аңсап біріміз менеджер қауышып үстіп жатқанымызға ризамыз. Ал енді айтарым Қазақстандағы барлық ағайын туыстар неге кеткендері бар, қазір жүргендері бар. Осыларға амандық тілеймін. Оны кеткендері алды иманды болсын, арты қайырлы болсын. Бізден Сәрекеңнен көп адам Қазақстан кетіп болсын, көбі қайтыс болды. Онда Зақаң, Құлыбек мысалы. Басқа ойбай Өтірік айтып жатыр. Паул Құлыбек. Осындай адамдар қайтыс болды. Ой, жасық burada кешірметіңіздер Алла. Барлықтарыңызға амандық тілеймін. Онда отырған ұлы кәрілерден қалған ескі көзден мысалы о жердегі қазір әлі жерде чәрмен бар. Айтып тағы ұмытып қалдым, е? Дөкөңдер бар мысалы. Оңалқан бар дегесі. Тағы көп адамдар бар ғой, кейбір кішке чәләңгірді мен қысым чапқанда қазы ойымдағы сөзімді жеткізіп сол ойлап отырғанымды айтайын десем қайта сойға түспей қалатын жайттар бар. Барлығыңды тілейтім амандық болсын, деніміз сау болсын. Қашанда береке бірлікте ағайын туысты ел жұртты ұмытпай жүрейік. Баладарға айтатым, кішкене баладарымыз енді басқа елде жүр мысалы, жат мысалы. Сондықтан өзіңнің туысыңды, ағайын туыстарыңды таны жүріңдер. Кейбіреуін біз де білмейміз, енді оған барып, мысалы, нәрестегі болған баладарды білмейміз. Сондықтан біріміз таны жүрейік. Әрқашан аман болайық, деніміз сау болсын. Барлық ағайын туысқа айтарым, амандықпен
kavuşuuda Allah nasip etsin demekpin. Arkadaşan aman bolayık. Bundan kelip жүрген ағайын туыстарды барлық келіп жатыр. Көңіл айтып жатыр барлығына. Ол дұрыс ағайын келіп біріншінде чай ішіп кеткені жақсы. Бізде енді картайып келеміз. 70-80-ге жуықтап қалдық. Әрқашан балаларға беретінім аман болсын, дендері сау болсын. Әрқашан ағайын туысты тани жүрсін демекпін. Ал міне дастарханда отырмыз барлығымыз. Осы үйден бір-екі чайымызды ішіп, өзіміз дидарласып, осында отырған батақты берейін дастарханға. Мына ей жаратқан ием, өмір берсең жайлы бер, дәулетің мен байлығыңды бер. Жерімізді көкөністі қып бер, жай қалған даламызды егісті қып бер. Таңымызды азанды қып бер, үйімізді қазанды қып бер. Қарияны кемел сыпайы қып бер, ағайларды райлы қып бер. Апайларды мейірімді қып бер, жеселерді зейінді қып бер, құдағиды кеңбейлі қып бер. Жігіттерді бөрікті қып бер, қарындашты көрікті қып бер, келінді келбетті қып бер, жиендерді жетелі қып бер, ұрпақтарды намысты қып бер. Жомарт болсаң жасаған, айтқанымның барлығын, аулымызда ақаусыз, өнегөл өмірмен, тату тәтті өмір бер. Қайда жүрсеңдер аман болыңдар, дендеріңіз сау болсын. Әумин.